Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Осы шығарылымда сіздерге «Несчастный случай» фильмін қысқаша айтып беретін болам. Иди сюда, кретин! Майк Феллон ең мықты киллер, яғни жалдамалы жендет. Жалдамалы жендеттер ұйымын басқаратын Большой Рэй деген адам. Кезінде ол да мықты киллер болған. Үлкен Рейдің қол астында жұмыс жасайтын көптеген жендеттер бар. Жендеттер адам өлтіргенде әртүрлі әдіс-тәсілдер қолданады. Бұл дәу Карнаж Клифф адамдарды өз күшімен өлтіргенді жақсы көреді. Көбінесе ол қолындағы балтасын пайдаланады. Алайда бұл әдіс тапсырыс берушілерге аса ұнамайды. Ядовитый Пит түрі қорқынышты көрінеді және көп сөйлегенді жақтырмайды. Ол көбіне адамды өлтіретін уларды пайдаланады. Мик пен Мак бұрынғы спецназдар. Олар қарудың көптеген түрін қолданады және төбелесте де өте жақсы. Екеуі бірге жұмыс жасайды. Адам өлтіргенде істі көше бұзақылар жасағандай қылып көрсетеді. Джейн өте жақсы төбелеседі және салқын қарудың маманы және катананы қолданғанды жақсы көреді. Бұл Фред, ол өте жұмбақ шал және ол эксперимент жасағанды ұнатады. Бір күні улағыш газ арқылы футбол командасындағы адамдардың барлығын өлтіріп тастаған. Ендігі кезекте Майктың өзі, ол мықтылардың мықтысы. Берілген тапсырманың барлығын жазатайым оқиға сияқтылып көрсетеді. Бұл шалдың есімі Милтон. Осы ұйымдағы ең мықты рөлді атқарады. Клиенттермен сөйлесіп, тапсырыс алып, оның ақысын да алатын осы Милтон. Клиенттің айтуымен Милтон тапсырысты жендеттерге бөліп береді. Тапсырыстың көп бөлігі Майкқа тиесілі, себебі тапсырыс берушілерге Майктың әдіс-тәсілі өте ұнайды. Майк кәсіпкерді өлтіруге тапсырыс алды және ішіп алған еркекті үйінің алдында күтіп тұр. Майк кәсіпкерді өзі дарға асылғандай етіп көрсетті. Майк бұл тірліктерін адам өлтірдім деп есептемейді. Жай ғана тапсырыс берушіден қомақты ақша алудың бір жолы деп есептейді. Келесі тапсырма әншілер группасы. Майк олардың музыкалық аспаптарын зерттеп, үстіне су құйып жібереді. Осының кесірінен короткий замыкание, яғни қысқа тұйықталу болады және бұл барлық музыкантты өлтіріп тастайды. Үйге келгеннен кейін жендет өзінің жас кезін есіне алды. Майктың 15 жасында бұзақылар келіп оны әрдайым ұрып, газет сатып тапқан ақшасын алып кететін еді. Бір күні жігіт үйге газ баллонмен кірген еркекті байқайды. Ал бірнеше минуттан кейін үлкен жарылыс болды. Сонда жігіт әлгі еркектің ізінен аңдай бастады. Сөйтсе еркек адамдардың өлімін жазатайым етіп көрсететін жендет екен. Майк жалдамалы жендеттің үйіне келді. Сөйтсе бұл Большой Рэй екен. Және оған бұзақылардан кегімді алғым келеді. Мені өзіңнің шәкіртің етіп тәрбиеле дейді. Жендет жақтырмаса да келіседі және баланы сынау үшін бірінші тапсырмасын берді. Енді Майк үнемі өзін ұратын бұзақыны өлтіру керек. Майк бұзақының пәтеріне кіріп, сырттағы антенге ақшаны жабыстырып, өзі іште тығылып қалды. Бұзақы үйге келіп антенге жабысқан ақшаны алғысы келгенде, Майк оны итеріп өлтіреді. Большой Рэй жігіттің құлшынысын бағалап, оны өзінің шәкірт етуге келіседі. Алайда Рэй қылмыс болған жерде Майкты суретке түсіріп алған екен. Жендет балаға мықты төбелесуді, онымен қоса қаруды қалай пайдалану керектігін үйретті. Осылайша Майк Большой Рейдің ең мықты жендетіне айналды. Милтон Майкқа Дэниел деген бухгалтерді өлтіруге кезекті тапсырмасын берді. Майк пневматикалық қарумен пластикалық оқты пайдаланды. Жендет кетіп бара жатқан көліктің дөңгелегінен атты. Осылайша көлік қозғалысына шатасып, абайсызда бухгалтерді өлтірді. Ал сырттан қарағанда бұл жазатайым оқиға сияқты көрінді. Милтон Майкты таңғалдырды, себебі Майкты тапсырма берушінің өзін өлтіруге жұмсады. Алайда айтылған жерге барғанда Майкты өлтіруге басқа бір жендет келді. Сонда Майк дереу көліктің артына тығылды. Майк алдында тәжірибесі нашар жендет тұрғанын білді. Осыдан кейін онымен төбелесіп, оп-оңай жеңді және оның жағын сындырып тастады. Майк бұл жағдайды жендет мотоциклден құлап, сол жерде мерт болғандай етіп көрсетті. Майк үйіне оралып, өзін өлтіргісі келген кім екенін білгісі келді. Күтпеген жерден жігітке Чарли хабарласты. Өзінің бұрынғы сүйіктісі Беттің жақын құрбысы. Сонда Чарли Беттің қайтыс болғанын айтты. Майк пен Бет жақын арада жүрмей қалған. Майк Беттің бейтінің басына келді. Осы кезде Чарли полициядан алған ақпарат бойынша қызды үй тонауға келген екі наркоман өлтіріп кеткен дейді. Ал кейін екі наркоман да есірткіні көп пайдаланып қайтыс болды. Сол үшін де полиция тексерісті тоқтатқан екен. Онымен қоса Чарли Беттің Майктан жүкті болғанын айтты. Жігітіне ренжіп жүргендіктен жүктілігін жасырған екен. Жігіт өзінің таныстары арқылы полиция бөлімшесінен Беттің қайтыс болған туралы мәліметтерді алды. Және қыздың пәтерін тексеріп шықты. Қылмыс болған жерді толықтай тексеріп, жігіт өзінің сүйіктісі кездейсоқ наркомандардан өліп кетпегенін түсінді. Және бұл әдейі ұйымдастырылған қылмыстық іс екенін білді. Жігіттің ойынша сүйіктісін өлтірген Мик пен Мак.
Майк дереу Мик пен Макқа келді. Сонда жендеттер Милтонның тапсырысымен Бетті өлтіргенін мойындайды. Және Майкқа екеуің ажырасып кеткеннен кейін ғана бардық деп ақталады. Оның үстіне Беттің жүкті болғанын білмедік дейді. Бұл жендеттер үшін жай ғана кезекті тапсырыс еді. Жендеттердің бұл әңгімесіне Майк ашуланып, оларға шабуылдайды. Тәжірибелі жендеттер де Майкқа қарсыласа білді. Бірақ та Майк сонда да төбелестен жақсы болып екеуін де шашып тастады. Жендеттердің жай ғана тапсырысты орындаушы екенін түсініп, өзінің тергеу ісін жалғастырады. Майк Чарлиға келіп, Бетті кім өлтіруі мүмкін деп сұрайды. Сонда қыз құрбысының ірі мұнай компанияларының қоршаған ортаға зиян тигізетін ақпараттар жинағанын айтты. Жиналған ақпараттың көшірмесі Беттің ата-анасының үйіндегі компьютерде болу керек. Күтпеген жерден пәтерге Карнаж Клифф келді және Чарлиді өлтірмекші. Майк өзінің әріптесімен төбелесіп, бірнеше соққы жасайды, ал Чарли жендеттің иығына пышақ тығып алды. Сонда Карнаж қиналмастан иығындағы пышақты суырып алды. Ал Майк Карнажды итеріп құлатады. Сонда Карнаж өзінің балтасына өзі түсіп қайтыс болды. Сонда Карнаж өліп бара жатып, Чарлиді өлтіруге тапсырыс берген Милтон дейді. Майк Чарлиға қайтыс болған Беттің жинаған ақпараттарын маған алып кел дейді. Осыдан кейін жігіт мәселенің анық-қанығын білу үшін Милтон демалып жатқан фитнес орталығына келді. Милтонды біраз қинаған соң Бетті өлтіруге тапсырыс берген Леонард Кент екенін айтып берді. Леонард дегеніміз мұнай компаниясындағы қаржы маманы. Чарли қайтыс болған Беттің жинаған ақпараттарын тауып алды. Және Майкке айтады, Индияның ірі мұнай компаниясы экологиялық қоршалған аймақта мұнай скважинын қазуға рұқсат алған. Оны іске асыру үшін сөзі жүретін политиктерді ақшаға сатып алған. Ал Бет бұл ақпаратты мұнай компаниясының бухгалтері Дэниелден алған еді. Ал Дэниелді жақын арада тапсырыс бойынша Майк өлтіріп тастаған болатын. Чарлимен сөйлесіп болып жігіт мұнай компаниясының офисіне кіріп кетті. Осы жерде Милтон айтқан Леонард Кентті тапты. Қатты қорыққан Кент сайрай бастады. Компания бастығы Дэниелдің экологтарға құпия ақпараттарды таратқаны біліп қойған. Сол үшін де өзінің бухгалтерін өлтіруге тапсырыс берген. Леонардо Кент екеуінің әңгімесін диктофонға басқан екен. Майк Кентті ұрып, диктофонды алып алды. Осы кезде бөлмеге Мик пен Мак келді және Майкты өлтірмекші. Алайда Майк тығылып үлгерді, ал Кентті дымын қалдырмай атып тастады. Сөйтсе Большой Рэй Милтоннан Майктың өзінің тапсырыс берушілеріне шабуылдап жүргенін естіген екен. Сол үшін де жендеттердің барлығына Майкты өлтір деп бұйрық берді. Мак граната лақтырды, бірақ та жігіт оны аяқпен теуіп кері қайтарды. Осы кезде Макпен жұдырықтасып төбелесіп кетті. Мик жігітті атуда, бірақ та ол Майктың денесінің артында тығылып қалды. Осылайша жендетке өзінің досын өлтірткізді. Мик досын өлтірген үшін өз-өзіне келе алмай тұрып қалды. Осыны пайдаланып Майк оны өрт сөндіргішпен ұрып өлтіреді. Ядовитый Пит жігітті улап тастағысы келді, бірақ та Майк демалмай қалып оны өзінің пышағымен өлтірді. Ал Фред деген жендет шал Большой Рейдің жігітті өлтірткізуге бұйрық бергенін мойындайды. Сөйтіп жігітке жақындай берді, бірақ та Майк оны бір-ақ рет ұрып, оп-оңай өлтірді. Және де оның улы пластерін алып кетеді. Осыдан кейін Майк мотоциклге отырып, мұнай компаниясының бастығына келді. Рейдің бұйрығымен компания бастығын Джейн күзетіп отыр екен. Қыз өте жақсы төбелеседі және Майкпен жақсы қарсыласты. Бірақ та жігіт қызды жеңіп, аяғының мықты соққысымен келесі бөлмеден бір-ақ шығарды. Ашуланған Джейн қолына катана ұстап жігітті өлтіргісі келді. Алайда Майк ептілігімен қыздың соққысынан қорғанады және қызды өзінің катанасымен өлтіріп тастады. Жігіт компания бастығына жақындады. Сонда ол жігітті үлкен ақша ұсынып сатып алғысы келді. Алайда ақша Майкты қызықтырмайды және ол тез қимылымен компания басшысының басын шауып тастады. Майк оазиске қайта оралды. Осы жерде Большой Рэй мен Милтон екеуі бар еді. Жігіт диктофонды қосты. Осы арқылы кәсіпкердің бухгалтерді өлтіргісі келгенін анық білуге болады. Онымен қоса экология маманы Бетті және жақын құрбысы Чарлиді өлтіргісі келген. Кәсіпкер 3 тапсырысты да бір киллерге бергісі келген және ешқандай айғақ қалмау үшін киллердің өзін де өлтіруге тапсырған. Осы үшін кәсіпкер үлкен ақша ұсынған. Милтон болса барлық ақшаны өзіне алып, Майкқа бухгалтер Дэниелді өлтір деп тапсырған. Майктың сүйіктісі Бетті өлтірмейтінін біліп, бұл істі Мик пен Макқа тапсырған болатын және Чарлиді өлтіруді Карнажға тапсырған. Онымен қоса Милтон Майкты өлтіру үшін бөлек бір жендетті жалдаған. Алайда оның тәжірибесі аз болып, Майктың қолынан қаза тапқанын бәріміз білеміз. Большой Рэй Милтонның өздерінің үйімін сатып, өздерінің адамына қарсы шыққанын біліп, оны ұрып соғады. Майктың Милтонға жаны ашығандай болып Фредтің пластерін береді. Ал пластер өте улы болатын. Шамалы уақыттан соң күшті удың әсерінен Милтон өлім құшты.
Шындықтың беті ашылғанына қарамастан Большой Рэй Майкқа қатты ашулы, себебі ол өмір бойына құрып келген жалдамалы жендеттер ұйымын бірнеше күнде жоқ қылды. Сонда Большой Рэй Майкқа енді қайтып көзіме көрінуші болма деп осы жерден қуып жібереді. Ал осыдан кейін Майк өзінің қауіпті мамандығын ауыстыруды ойлайтын болды. Достар, сіздерге бір өтініш. Менің видеомды 86% адамдар арнама тіркелмей көреді екен. Егер сіз де тіркелмеген болсаңыз, арнама тіркеліп лайк басып кетіңізші. Бұл сіздер үшін 1 секунд, ал мен үшін үлкен мотивация. Түнгі клубта диджей өзінің көмекшісіне отты тағы да жандыр дейді. Көмекшісі айтқанды орындайды. Осыдан кейін үлкен жарылыс болып диджей жанып кетеді. Сөйтсе, ең мықты жендет Майк Феллон диджейді өлтіруге тапсырыс алған екен. Және жарылғыш затты газ баллонға орнатып кеткен. Лондонда болған жағдайларға байланысты Майк қаладан кетуге мәжбүр болды. Және Майк керемет вилланы жалға алды. Жендет диджейді өлтірген үшін үлкен ақшаға ие болды. Және ол қатты қуанып тұр. Күтпеген жерден бетперде таққан адам Майкқа шабуыл жасайды. Шақырылмаған қонақ өте мықты екен. Майкқа көптеген соққы жасады. Онымен қоса үйдегі жиһаздар мен техникалардың түгін қалдырмады. Алғашында Майк қарсыласуға тырысты, бірақ та жеңе алмайтынын біліп, тоқта дейді. Сөйтсе, бетперде таққан Сью Лин деген қыз екен. Майк төбелесудегі формасын сақтап қалу үшін керемет төбелескеш қызды әдейі жалдаған екен. Дәл осылай қыз аптасына бір рет күтпеген жерден Майкқа шабуыл жасап тұрады. Әр жекпе-жектен кейін Майк Сью Линге $1000 төлейді және келесі күтпеген жерден шабуыл жасауын күтеді. Бірнеше күннен кейін Майк көшеде жүргенде күзетшілердің өзінің бұрынғы әріптесі жендет Фредті ұрып жатқанын көреді. Фред өзінің жасаған құрылғысымен бір күзетшіні өртеп жібереді. Ал осыдан кейін құрылғының қуаты таусылды. Енді күзетшілер Фредті ұрайын деп жатқанда Майк дәл уақытысында келіп Фредті құтқарып қалды. Фильмнің бірінші бөлімінде Майк жендеттер ұйымын құртып жіберген болатын. Содан кейін Фред осы қалаға келгенін айтты. Майк бұрынғы әріптесін үйіне кіргізуге рұқсат берді. Себебі Майктың кесірінен Фред тапсырыссыз қалған еді. Үйде күтпеген жерден Сью Лин жігітке шабуыл жасады. Онымен қоса Фредке де әдемі соққылар кетіп қалды. Осы жолы Майк қызды жеңіп тастап, ал кейін ақшасын берді. Қыз кеткеннен кейін Фред жігітке «Мен ғаламторда бір әдемі қызбен танысып едім» дейді. Ал кейін бірнеше күн байланыссыз қалдық. Сол қызды маған тауып берші дейді. Келесі күні Фред Майкқа кезекті құрбанын өлтіруге көмектесті. Еркек балконға шыққанда Фред алыстан тұрып, жалюзін басқарып қимылдатады. Осылайша еркектің басын жауып тастады. Ал кешкісін кезекті құрбанның алдында Фред жеңіл жүрісті еркектің рөлінде ойнайды. Ал Майк күтпеген жерден оның басына темір зәңгіні кигізіп тастады. Майк Фредті өзінің серіктес етуге келіседі. Сонда Фред жігітке көптеген адам өлтіретін құрылғылар жасап берді. Осы құрылғыларды пайдаланатын болса, адамдарды кездейсоқ өліп қалғандай етіп көрсетуге болады. Фредтің телефонына Данте деген жас баланы өлтіруге тапсырыс келді. Алайда Майк ол тапсырысты қабылдама дейді. Себебі бұл ең мықты Зуузер деген бай әйелдің баласы дейді. Егерде баланы өлтірсең, бұзақылар сенің ізіңнен қалмай түсіп алады деп ескертті. Бір аптадан соң Сью Лин Майкқа тағы шабуыл жасайды. Екеуі жақсы төбелесіп, кейін бірге кофе ішеді. Осы жерде Фред Сью Линнен де ғаламторда танысқан қызын тауып берші деп өтінді. Бірнеше күннен соң екі жендет кезекті кездейсоқ өлімді ұйымдастырады. Кезекті құрбанның үйінің төбесін қиратып, үстіне ваннаны түсіреді. Және күтпеген жерден екі киллерді электрошокпен ұрып, бастықтары Зуузердің алдын алып келді. Зуузер өзінің ұлын белгісіз бір жендеттердің өлтіргісі келіп жүргеніне сенімді. Себебі Данте көшеде кетіп баратып бір өлімнен аман қалған екен. Және ол кішкене қорқып қалған. Жендеттер бұл істі біз жасамадық деп сендіргісі келді. Алайда Зуузер бұларға сенбейді. Гангстерша Фредті алып қалып Майкты босатады және жігітке «Менің баламды өлтіруге тапсырыс берген адамды тап, егер таппасаң, Фред өледі» дейді. Майк Сью Линмен жолығу үшін барға келді. Және осы жерде бұрынғы бастығы Большой Рейді кезіктіреді. Бұрынғы бастығына Майк пен Фредтің ақша үшін адам өлтіргені ұнамайды. Себебі үлкен Рей Майктың кесірінен тапсырыссыз қалған болатын. Үлкен Рей банкротқа ұшыраған себепті Майктан өтемақы сұрады. Онымен қоса Рей Дантені өлтіруге тапсырыс алған екен. Сонда Майк бұндай қауіпті тапсырыстан бас тарт, себебі олар Фредті тұтқында ұстап отыр дейді. Сонда Рей Дантені өлтіруге ең мықты жендеттерді тауып беру үшін $50,000 алғанын мойындайды. Ал енді әлемнің ең мықты 6 жендеті Дантені өлтіруге тырысатын болады. Себебі Дантенің басы үшін $9 миллион тігілген екен. Осы кезде Рейдің телефонына Дантенің қайда орналасқанын айтатын хабарлама келді.
Өйткені Рейдің жалдаған жендеттері Дантеға оны аңдайтын құрылғы орнатқан екен. Майк кафеге асығып келе жатыр. Дәл осы кезде Данте өзінің жағымсыз даусымен ән шырқап жатқан болатын. Кафеде Майк Дантенің қолында сағатты байқады. Оның ішінде жучок бар екенін біліп, Зуузердің адамы Армандоға сағатты шешіп таста дейді. Армандо таң қалды, себебі сағатты сыйлаған Зуузердің өзі болатын. Бірақ сонда да жендеттің айтқанын орындайын деп шешті. Алайда еркелетіп өсірген бала анамның сыйлығын ешкімге бермеймін деп сағатты жұтып қойды. Осы кезде күтпеген жерден жарылыс болды және жігіттің артынан Фрея деген жендет қыз автоматпен келді. Әзірге қыз күзетшілерді бірінен соң бірін атып жатқанда Майк Дантені алып қауіпсіз орынға алып барғысы келді. Майк байдың баласына ас үйден шықпа деп өзі басты залға келді. Осы жерде Фреймен төбелеседі. Жендет қыз Майкқа Дантені маған беріп осы жерден сау кетсең болады дейді. Алайда жігіт келіспеді, себебі Дантеге бірдеңе болса Фредті өлтіріп тастайды емес пе. Екеуі кезек-кезек соққы алмасып, ақыры ас үйден бір шықты. Ақмақ Данте Майкты қауіпті деп ойлап, басына сковородка лақтырады. Бұл жағдай жігітті алаңдатып жіберді, ал Фрей осы сәтті пайдаланып Дантені өлтірмекші. Алайда жігіт Фрейдің арқасына пышақ тығып алды. Майк Дантені алып далаға шығып кетеді. Осыдан кейін Зуузер хабарласты және баласын қауіпсіз орынға алып бар дейді. Жігіттің ішіндегі жучоктан құтылу керектігін Майк түсінеді. Сол үшін де іш өткізетін дәрінің барлығын аузына тығып жіберді. Осылайша Зуузерге бара жатқан жолда Иенди деген киллер жігіт балтамен Майкқа шабуыл жасайды. Майк Дантені артына жасырып Иендимен төбелесіп кетті. Онымен қоса Иендидің шабуылынан қорғану үшін Майк қолына темір алды. Төбелес кезінде жігіт қарсыласының қылышын алып Иендидің өзін бауыздап тастады. Майк Дантені өзінің жасырын қоймасына келді. Бұл қоймада Майк, Фред екеуі адам өлтіретін құрылғылар жасап жүрген еді. Осыдан кейін жендет Сиулинге хабарласып, мотоциклін қоймаға жақын жерге алып келші деп өтінді. Сиулин өте тез келді және Майкқа мені өзіңнің серіктесің етіп ал деп көндіргісі келді. Алайда жігіт бұл ұсынысқа қарсы. Күтпеген жерден ғимаратқа Сайлас деген тағы бір жалдамалы жендет келді. Және де Дантені атып тастамақшы. Бірақ та Поко деген қаншер сайықмазақ өзінің үлкен кубалымен Сайласты ұйықтатып тастады. Себебі өзінің құрбанын басқа біреудің өлтіргенін қаламайды. Онымен қоса сайықмазақтың бір ерекшелігі ешқандай да ауыртпалықты сезбейді екен. Поко Майкты өзінің кубалымен ұрып көрші бөлмеден бірақ шығарды. Ал Сиулин есін жиған Сайласпен төбелесуде. Майк сайықмазақтың кубалын сындырады. Осыдан кейін екеуі қолмен төбелесе бастады. Алайда Майктың ең керемет деген соққысының өзі Покоға мүлдем әсер етпейтін сияқты. Дәл осы уақытта Сиулин мен Сайлас бірдей дәрежеде төбелесіп жатты. Дантеға іш өткізетін дәрі әсер етіп жатыр. Сол себепті ол ішіндегі сағат жучокты сыртқа шығармақшы. Әзірге Майк сайықмазаққа қалай ауыртпалға әкелсем болады деп тырысып жатқанда, Сиулин Сайласты шынжырмен қылғындырып өлтіреді. Шаққа дегенде Майк әлсіреген Покконы мықты соққысымен жаттығатын жерден бірақ шығарды және ауыр штангымен қарсыласының мойнын үзіп жіберді. Майк пен Сиулин осымен барлығы аяқталған шығар деп ойлауда, ал Данте болса сағатты сыртқа шығардым деп қуанып тұр. Осы кезде жапониялық киллер Оюми келді және қылышымен Дантенің басын шауып тастамақшы. Сонда Майк жапондық жендетке жекпе-жек тұрайық, кім жеңсе сол Дантені алсын дейді. Сиулин істі өзі шешкісі келді, бірақ та жапониялық жендет бір теуіп оны ұйықтатып тастайды. Оюми мен жекпе-жек кезінде шаршаған Майк өзіне көптеген әдемі соққыларды жіберіп алды. Жапониялық жендет жеңісін тойлауға дайындалуда. Алайда басты кейіпкеріміз Майк берілер емес. Ол өзінің қолға алып ең мықты деген соққысын жасайды. Оюми қолына қылыш алып Майкты өлтірмекші. Бірақ та осы кезде Большой Рэй келіп, жапониялықты атып өлтіріп тастайды. Онымен қоса үлкен Рэй $9 миллион да айырылғысы келмейді. Осылайша қаруын Дантеге кезеңді. Майк бұрынғы бастығына Фредті құтқару үшін қаруыңды түсір деп шаққа деп көндірді. Үлкен Рэй мен Майк Дантені өзінің анасына алып келді. Зуузер баласының тірі келгеніне қатты таң қалды. Себебі баласын өлтіруге тапсырыс берген анасының өзі екен. Себебі Зуузер баласының ақмақтығынан және адамды жалықтыратын қылықтарынан шаршаған екен. Бірақ сонда да Зуузер уәдесінде тұрып Фредті босатады. Үлкен Рэй Зуузердің енді қайтып ізінен қалмайтынын түсініп, Дантенің қалтасына жарылғыш затты салып қойған. Соның арқасында Зуузерді баласымен қоса жарып жіберді. Фред ақыры ғаламторда танысқан қызын тапты. Алайда қыз Фредтің жендет екенін естіп, бірден қашып кетті. Ал үлкен Рэй жаңадан жендеттер ұйымын ашпақшы және жігіттерді ұйымның мүшесі болуға шақырды. Достар, фильм сізге ұнады ма? Комментарийге жазып кетіңіз. Және де арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпайық. Келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қой. Әзірге аман сау болыңдар достар.